Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 20-шы сабақты талқылаймыз. Бірінші, 5-ші жаттығу өлеңді тыңда. Балақай. Бүлдірген тереміз балақай. Алақай. Ат жарыс көреміз балақай. Алақай. Айға ұшып барамыз балақай. Алақай. Кел, ағаш жарамыз балақай. Әй, ата-ай. Өлеңнің авторы Қадыр Мырза Әли. Балалар, енді төмендегі тапсырманы орындайық. Бірінші, өлең мазмұнына сәйкес келетін қаратпа сөзі бар сөйлем сызбасын тап. Өлеңдегі сөйлем мысалы бүлдірген тереміз балақай. Мұнда балақай қаратпа сөз. Яғни қаратпа сөз сөйлемнің соңында үтір арқылы бөлінген. Сондықтан дұрыс жауап бірінші нұсқа болып табылады. Сөйлемді қаратпа сөзбен толықтырып жаз. Бірінші, апай, мені көшеден өткізіп жіберші. Екінші, терезені дұрыстап жапшы, балақай. Үшінші, иә, досым, оқып жүрсің бе? Міне осылай сөйлемді толықтырып жазуға болады. Бұл жерде қаратпа сөздер апай, балақай және досым сөздері. Жетінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Кәкеннің демалысы кезінде әкесі: ертең жолға шығамыз, балам, тағы да тауға шығып кетпе, деді. Қайда барамыз, көке? Деді Кәкен. Ауылға барамыз. Бабаңа сәлем беріп, батасын алып қайтамыз. Баба деген кім ол? Көке. Бабаң әкеңнің атасы, атаңның әкесі. Мәтіннің авторы Әбдібай табылды. Енді төмендегі тапсырмаларды орындайық. Мәтіндегі негізгі ой: бала өз ата-бабасын тануы, үлкендерді құрметтеп, батасын алуы керек. Маңызды ойды білдіретін сөйлем: ауылға барамыз, бабаңа сәлем беріп, батасын алып қайтамыз. Өз ойым: ата-бабаға сәлем беру, батасын алу әр баланың парызы. Бұл үлкенге құрмет, кішіге үлгі. Шығармашылық үзіліс. 8-ші жаттығу. Сұхбатты оқып, одан әрі жалғастыр. Ата, ең қымбат нәрсе не? Туған жеріңнен қымбат еш нәрсе жоқ. Неге? Сұхбаттағы екінші сөйлемді қаратпа сөзі бар сөйлемге айналдыр. Ал диалогты біз жалғастырып жазайық. Ата, ең қымбат нәрсе не? Туған жеріңнен қымбат еш нәрсе жоқ. Неге? Өйткені туған жер адамның кіндік қаны тамған жер, балам. Ол әркімге қымбат әрі қасиетті. Екінші тапсырма қаратпа сөзі бар сөйлем: балам, туған жеріңнен қымбат еш нәрсе жоқ, деп қаратпа сөзді қосып, екінші қатардағы сөйлемді өзгертсек болады екен балалар. Сабақ түсінікті болса, сау болыңдар балалар.